Жамағат, мен бір қызық нәрсе сөйлесім келе қазір. Бір фикірім бар әлі. Сөйләшмелі ол. Сөйләшмей қазір. Тоқтатып тұрам. Бұл мұнда іші, өләнлік кесіп отыра екен. Ол қышқырып сөйләшіп отырған, мені көргәш енді. Тынышланды, мені тігі yüzімнен қарап, орыс деп ойлар ма? Шул мен ихтибар еттім. Міне, ілік, мәселен, мен урамда татарша сөйләшәм, татарлар білән. Мұнда бір маржа бар. Ол менің туған яқтан болып шықты. Түстүбә, яғни Солилец, қанда ілік енді Елизавета 19 ғасырының 18 ғасырының ортасында хатта жіберген біздің ата-бабаларымыздың шол яққа. Шунда бірге тұрып, нәрсе традиция деп айтылар орысша енді. Шул бит біздің татар, анда орыс, нешік тату яшадылар, хатта урамда, базарда иғлан іліп қоялар, қағаз. Ит сатыла, резал мусульмани деп yazалар, шулай. Бұл шуннан келген, әнмә ана қарамастан, миға бәйләніп, мен міне мәселен бір түркім бар, татар ханымлар анда урамда сатып тұралар ялар. Тігіні мұны уақыт тиякні, міне шу шаяқта. Шулар янына келіп, мен енді қайда татарша сөйләшерге енді. Шулар білән сөйләшәдірім. Шунасын ол келеді, енді шуны орысша айтты мен әді. Шулай деп, тағы нәрсе, ол әлі емшақ әлі, әлік қатырақ болған еді хаттау. Менің тігі шахарын ескі түбәгінде әтінің сіңлісі тұра еді. Ол айтқан әлік ақырналар, біз ширатта де сөйләшсәк, ол КамАЗ түзірге келгенлер түрлі халық. Ашында қарқайсы қатта бірсі менің таныш әне редакция эшләдік. Мен білмәдім де бұл Татарстан екен де қатта. Келіп мұнда татарларға ақыралары орысша сөйләш деп. Біздің әлі мен орыс газеті эшләгенде қатта бар иданда шул жауаплы сарқатип тағы нәрсе бәйләнәдір. Өзінің мәселен хаталарын көрмей, менікін көрсе, что ты пишешь по-татарски деп, шулай. Ашынасын өзгәріш кетті, Аллаға шүкір. Міне, бұл көргәшін баласы шыққан. Мен нәрсені сөйлесіп келген естіге. Көршін баласы қара. Шүп кеткен әлі, бірін сауашамасын. Шул енді уақыт өзгәрді. Соңдан енді біз еркінләк болдық. Еркінләп сөйләшә алдық енді хатта. Башта міне мұнда әлі бәйрәмләрдә апалар айтқан ярыйды, ичмасам татарша сөйлей башладылар, бәйрәмләрдә алып бара башладылар ди, жаңғырый башлады жырлар ди, татарша хатта шулай ди. Элек ол икенче төрле булган хатта. Икенче төрле. Менә шул айтасы килә, менә шушы халыкны кемдер яратмый, бездә дә кайсы вакытта шул кешеләрне тыңлап, кайсы вакытта яратмаган булалар. Әгәр дә алар инде минемчә сөйләшеп утыра үз телендә, ул безгә зур таяныч. Чөнки менә мин күрдем, аларның янында безгә кайта карашлары яхшырак. Мин менә мустақил матбугат, ягъни свободный пресса интернет газетта алар укыйдыр мен әле бір 15 ел элекме гел сугып утыралар шул яклардан килгән халыкларны Рәсәйгә килеп тигләй булай дип. Мин анда инде башта язадырым җавап аларга комментарий. Сез менә гаиләгезне ташлап кайдадыр барып подвалларда турып ачлы токлы тиге ролтын ашап кыры ризык белән токланып хатын балларыгызга акча җибәрә аласызмы мәйтәм? Сез зарланып 100 грамм салып җибәрер идегез.
алар эшләп йөриләр дидем. Икенчедән, менә шундый халыклар дип нәфрәт тудырга дип язалар, төрле комментариймы, яме мәкаләләр язалар. Хатта мин аларга үземә калса язам, татарларны да сез яратмыйсызмы дисәм, юк, сез безнеке ди. Мин әйтәм, безнеке икән. Менә яңа гына әле мин Татарстанга килгәндә үз телемдә сөйләшсәм, миңа бакырналар, хатта мин туган авылыма кайтканда да теге авыл советы бар, шунда үземә калса, әле ничә ел узды, ни барысы, 10 ел узгандыр инде хәзер шуннан соң. Шунда китеп барам, инде аның шунда эшләгән ханым аз түгел, әле мине ике хатта абыем, икәү дә кызганычка каршы мәрхүм, шулар белән яшь чагында йөришкән имеш, кияүгә чыганмы өметләнсә бит әзрәк инде безгә карашы да яхшырак булырга тиеш. Карашы да яхшырак булырга тиеш аның. Әмма ул китеп барам, аңа күңеле булсын дип. Мен әйтәм, менә бездә Татарстанда мәчетләрдә хатта башта вагаз, хотбаны мен әйтәм татарча әйтәләр, соңыдан урысча кабатлап аңлаталар. Бездә бит ул дәүләт нәрсә, ул конституциядә хатта шул төп канунда язылган шулай нәрсә, урыс халкы шулай. Мен әйтәм, юк, белмисең син конституцияны. Анда язылган без күп милләтле Рәсәй халыклары дип язган анда дидем. Син мен әйтәм, уйлап торам, син советта эшләп, шунда хатта белмим. Менә шундый нәрсәләр булды хатта. Мин менә күз алдына китерә алмыйдым. Менә мәсәлән, инде анда исемдә дуслашып йөрисең, шул теге авыл кызлары белән алар 1 майда мәсәлән дала урманга бардык, анда мәсәлән күңел ачтык, сөйләшеп нитеп, клубта мәсәлән килгәч алар кадрил мая дип кышкыртып тагы нәрсә әйтәләр, татарчаны куйсаң юк. Хатта мин әнә бер абыемны хәзер ул да инде кызганычка каршы вафат булды. Бераз эшүгә башын салгач китте инде ул. Шуны армияга хезмәт узатканда шул татарлар күңел ачып эшкә инде йортта өстәл астында диме. Аны хәтләшмәделәр инде. Өстәл янында утырып татарча җырлар башкарадыр. Татарча җырлар. Соңдан булар миңа әйтә, без ди үзебезнең кырыйда утырдык читтә. Biz de tırıştık di, kışkırıp uruşa di, anın imiş uruşa ayta bit. Şoba перекричать dimi, şulay dipme, şulay diyeyim. Meytem, terbiye bulmadı. Ol vakitte hükümet tarafından milli terbiye bulmadı. Çünkü ol bik gadigine şunday bir yöneliş buldu. Единый общность, советский народ dip. Инде нәрсә алардан сорарга, әгәр дә мин университетта укыганда чакта мин төрлечә тырышадым татарлыгымны күрсәтергә. Җырлып, биеп, нитсәм, әйтемнәр, нәрсәм алар. Яр инде ташлай инде менә. У нас единое общество, советский народ дип шулай тотыналар. Мен әйтәм, кайда язылган ул бер телдә сөйләшергә тиешле. Шундый хәлләр булды. Әле наданлыклары хатта наданлыклары ул менә мин былтыр Саратов шәһәренә бардым музейга, шунда Чернышевский музейында элек менә монда Татарстанда бер музейда әллә кем бул видео төшерергә ярамый, анда язылмаган, аларның инструкциялары хан заманынан килә, ул вакытта видео ясамаганнар, шуңа күрә инструкцияда юк. Фото язганнар дигән, рөхсәт дигән. Иске инструкция. Шунда мен әйтәм, рөхсәт булыр микән миңа шул теге Чернышевскийны музейыннан төшереп сораргаларны татар телен белгәнне дип. Барсам, Аллага шөкер, безнең Татарстандагы усал хезмәткәрләренә караганда милләтне әйтеп тормыйм инде. Бездә менә мәсәлән, мин КамАЗның музейында булдым, анда рус ханымы сөйләде миңа, аңлатып, бер дә әйтмәде, бездә тыела дип. Нинди шундый сер объект булып чыкты бу музейлар, ярамый дип торалар.
Хам туған яғын түстібі, яғни Солелеск. Анда да ярамай дейділер. Енді Қазақстанда болдым, Урал қаласында. Қазақ халқы, туғандаш халқының мәдениетін көрсетейін десем, алар да жоқ, жарамайды, ойбай, ярамай дейміш. Мен айтам, не керек мен алса, мен қызықсын, мен халыққа көрсетейін дегенім. Музейдағы киімлер, қазақ халқын, түркі халықлар танышсын. Жоқ. Шулай. Енді бардым мен неге Астраханға, анда міне Рахимитігіз деп әті Булат Шыргади. Саратовта қатта менің үшін айырым экскурсия ұйыштырдылар да, сөйледілер. Мен сұрау бердім, хақ ма, айтам, Чернышевский. Еді, мен аларға айттым, мен ойладым енді, айттым біраз, бек яқшы мен айтам ол. Әмі ойлап тұрам, әгер де алар, міне шул Чернышевский татар тілін білген, қатта 7-8 жырны сөздерін yazған екен ол. Қайдан білген ол? Ильминский деген манда Құранны тәржиме ететтірген бір дин әхілі болған орысларының. Шунардан үйренген дей ол, қатта, шунардан үйренген. Ол вақытта бит шундай саясат болды. Патша тарафынан орысша, орыслар енді, орыс тілінде сөйлескен кіші келеді, нешек енді, тырыша үйреттерге бізді яңа динге. Әмі барып жетмей ол. Әмі татарша сөйлессе аңлылар ана. Шуңа көре ол міне, ол бит Ғабдулла Тоқай уақытында зарланып язған, міне орыс тілін халық үйренмей қызғанышқа қаршы. Алар шул Пушкин, нейді, Лермонтов, Байрон, мәселен, ол орысша тәржиме еткенін хаммасын аңламайлар, аларының шиғрият мені, шул шиғырларын аңламай деп зарланып ерген. Әмі ол орыс айта, нет худа без добра. Халқыбыз орыс тілін білмеуге көре, шуға көре алар міне шулай динге көнікмегенлер деп ойладым енді. Чүнки алар міне қарап тұрсаң, көрші халықлар, Шуашмы, Марима, алар хаммасы енді нәрсе деп айтырға. Алар енді орыс тілін яқшы білділер, аларға нештір шул динге кірділер, анда хатта бар енді түрлі кішілері. Міне шуға қарамастан алар бек көп. Әлі мен Татарстанның бір ауылында болған едім. Бізде бір 500 атты татырған бір кіші бар, шуның көрші ауылына барды, анда Шуаш де, алар де уақытында де православияға кірмеген хатта де Шуашлар де, алар шулай бір динге де кірмеші шулай қалғанлар деп сөйледі. Анда да бір Шуаш татарша сөйлешті мен білен. Ол уақытта бек көп кішілер татарша сөйлешкендер. Біреуіне де ол нешек бұршымаған хатта әлі Әлдермеш ауылынан әлмәндар дегенме, шул тігі естегіне деп сөйлеше бет татарша. Ол шул болған әлік, алар татулығы үшін хатта татар тілінде сөйлешкенлер. Мен міне Екатеринбург шәһәрендә қарауылыға кіргәш, шунда бір ерлі хатын үлкен яшта келіп шықтылар. Ол бина түзіліп ята, әлік аларының шул йортлары болған, шул йорт жерін қарарға сағынып келгенлер екен. Мен алар білән сөйлешіп кеткенім қараушы боларақ. Мәйтем, мен міне университетта татарша, татарлығымды көрсете башласам, татарша сөйлеше башласам, меңа бейленелер. Бізде шул бір халық, имеш, совет халқы керекми ол татарша сөйлешеге деп. Алар айталар, біз елікте тату яшадық деп. Міне мәселен, ол ауылдағы түгіл көрші ауыл татар болса де, бізде алар білен татарша сөйлешеді хатта дейміне. Көрдіңіз ме? Татар енді әйе көрінш нәрсе деп, шулай деп нәрсе деп ойларға бола енді, аларда енді орысша білгендір, чүнки болмас енді ол. Біздің халық тырышмаған бүтән тіллерді үйрендірге. Тырышса юғалту, туған тілін юғалту ихтимал болған. Шуңа көре бәлки халқыбыз тырышқан үстінде сөйлешіге. Міне мен ұзын сөз болып шығайын да. Мен қазір екінші бөлік итесім келе, екінші бөлекні таңқтығынарсыз енді.
ikkinchi bo'lakni